Сәлем достар, бүгін біз фунчоза салатын дайындаймыз. Бұл рецепт барлығымызға белгілі. Мұндағы чим-чим дәмдеуішінің сыртындағы рецепт бойынша дайындаймыз. Тек біз кейбір әрекеттерде орнын ауыстырып дайындаймыз бүгін. Көбінесе айтылып жатады, дәл осы рецептпен істеймін, бірақ сәбізіміз қатты болып қалады деген пікірді көбінесе көп естиміз. Сонымен бүгін сәбізі қатты болмайтын фунчоза дайындаймыз. Ол үшін бізге қажетті нәрселер: бір ірі сәбіз, жарты қияр, бір болгар бұрышы, фунчозаның 2 орамы, қалаған ас көгіңіз және қайнаған су, және мұндағы чим-чим дәмдеуішіміз керек. Сонымен ең бірінші алып, мұндағы сәбізіміздің үстіне мұндағы заправка деп айтамыз, чим-чиміміздің қажетті бөлігін қосып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Қолмен араластырсаңыздар тіпті жақсы. Кішкене қолмен қысып жіберсеңіздер, онда тез арада дайын болады. Ал егер қолмен қыспай ақырын шаншқының көмегімен араластыратын болсаңыздар, 1,5 сағат 40 минутта дайын болады. Ендігі кезекте бұны мұндағы дәмдеуішімізге салып қойғаннан кейін қайнап тұрған суды үстіне құямыз. Қайнап тұрған суымызды құйып, бетін жапсаңыздар да болады, жаппасаңыздар да болады. Бір 5-7 минутқа қалдырамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай өте ұсақ түрі фунчозаның. Сондықтан қайнатудың қажеті болмайды. 5-7 минут өткенше күтеміз. Сонымен фунчозамыз дайын. Бұны алып сүзгіге саламыз. Суы ағып кетеді. Және үстіне суық су ағызамыз. Суық суымызды ағызып, және суы түгел ағып кеткенге дейін суын түгел ағызуға жағдай жасаймыз. Араластырамыз, қисайтамыз. Шаншқымызбен кішкене басамыз. Сол кезде дереу суы бірден ағады. Және осының ішінде тұрғанда пышақтың көмегімен бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Фунчозамыз дайын. Ендігі кезекте қиярымыз бен болгар бұрышымызды жұқалап турап, өзіңізге ұнаған көлемде турауыңызға болады. Бұған дейін дәмдеуіш приправамыз себілген, приправа араласқан сәбізіміздің үстіне қосамыз. Және оның үстіне мұндағы фунчозамызды саламыз. Фунчозамызды салдық. Жақсылап араластырамыз. Мен мұндағы заправканы қанша қосу керектігін туралы айтпаймын. Алдағы уақытта бірінші сәбізді жасап алғаннан кейін, сәбіз жұмсарғаннан кейін мен барлығын араластырған соң дәмін көремін. Содан кейін, егер дәмі аздау болатын, ащылығы, қышқылдығы, бұрышы, дәм бергіштері аздау болатын болса, барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне тағы да біраз жарты қасық, 1 қасықтан құйып дәмін келтіремін. Сол кезде біздің өзіміздің жейтін кісілерге ұнайтын дәм шығады. Бірден барлығын қосып жіберудің қажеті жоқ, себебі біз кәрістер сияқты ащыны қатты жей бермейміз ғой. Сондықтан өзіміздің талғамымызға сай қалағанымызша ащылықты жасап аламыз.
Осылай бір 20 минутқа қойып қоямыз. Және менде петрушка. Ұсақтап. Түсі әдемі шығады. Оның үстіне әрі пайдалы. Он 15-25 минут көлемінде қойып қойсақ, сол бізге жеткілікті. 20 минут күттік. Салатымыз дайын болды. Әдемілеп, қалауымызша молынан тарелкемізге салып аламыз. Кез келген тамақпен, картошкамен, мантымен, етпен жақсы желінетін салат. Әсіресе қыс мезгілінде қалта көтеретін салат. Дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.